Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жасалу жолы оңай, табада пісетін нанның рецептімен бөлісетін боламын. Құрамын толықты описание бөліміне жазатын боламын. Ол үшін алдымен осындай терең ыдысымызға 1 пиала йогуртымызды, 1 пиала суымызды, 1 шай қасық соданы және де жарты шай қасық тұзымызды салып, асханалық күрекшенің көмегімен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Үйлеріңізде йогурт болмаса, оны айранмен немесе қаймақпен алмастырсаңыздар болады. Жақсылап араластырып болған соң, осылай бірден барлық ұнымызды салып, бірінші асханалық күрекшенің көмегімен, одан соң сәл тығыздалынып формасы жиналықта басталған кезде қолымызбен араластыратын боламыз. Достар, каналымның 95% көрермені видеоларымды подпискасыз көреді екен. Егер де сіздер қазақша контенттің өсіп, дамуын қаласаңыздар, каналыма подписка жасап, лайк, комментарий және қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Еңбегімді бағаласаңыздар, өте қатты риза болар едім. Рахмет! Қамырымыз тығыздалды. Егер де қолыңызға қатты жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Қамырымыз қатты да болып қалмау керек, қатты жұмсақ та болмай, орташа консистенцияда болу керек осы видеодағыдай. Одан соң осылай 2 ас қасық майымызды құйып жіберіп, тағы да біркелкі болғанша жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Жұмыс орнымызға осылай кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымызды қойып, қазір бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осы көрсетілген құрамнан менде 8 бөлік лепешкалар шықты. Осындай қазір домалақ етіп формасын беретін боламыз. Ол үшін осылай видеодағыдай қолымызбен домалақ шарик тектес формасын беріп, қамырларымызды дайындап аламыз. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Енді осындай бөлек ыдысымызға бөлшектелген қамырларымызды салып, бетін целлофановый пакетпен жауып, 5-10 минутқа қамырымызды демалдыруға жібереміз. Мінеки қамырларымыз демалды, енді дайын жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырымызға осылай қолымыздың көмегімен домалақ етіп, әдемі формасын шығарып аламыз. Одан соң оқтаудың көмегімен қамырымызды жаятын боламыз. Қатты үлкен емес, орташа размерде шығарып істейтін боламыз. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Мінеки қамырларымыз дайын, жайылып болды. Енді қызып тұрған плитамызға, құрғақ табаға лепешкаларымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Ол шамамен 2-3 минуттай.
Жан-жағы біркелкі болу үшін осылай табамызды сілкіп-сілкіп жібереміз. Сол кезде біркелкі болып қызарып шығады. Мінекей нанымыз орысша айтқанда осындай пузырьки бере бастағанда аударып алатын боламыз. Мінекей астыңғы жағы да осылай қызарады, бірақ үстіңгі беті сияқты біркелкі болмауы мүмкін, бірақ еш нәрсе етпес. Іші толықтай пісіп шығады. Осындай тарелкеге салып шықтым 8 данасын. Енді бетіне сұйық майды жағып, одан соң дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Табада піскен нанымыз осындай қараңыздар, өте жұмсақ, үлпілдек болып тұрады. Өте оңай осылай бөлінеді. Енді бұның дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Істеп көріңіздер, қыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Іске сәт!